Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Енді біз фотоны сөйлету керекпіз. Ол үшін сіздер pipit.ai жасанды интеллект платформаға өтеміз. Говорящий фотоны басамыз. Одан кейін күте тұрайық. Загрузить фотоны басамыз. Алдын ала фото дайындап аламыз. Мысалы, мен мына мұғалімді сөйлетемін. Біздің фотомызды қабылдайды. Мына жерде птичканы басамыз. Сурет қабылдап болған соң, далее кнопканы жанат и басамыз. Енді бізде загрузить аудиоклип дегенді басамыз да, осы жерден мәтін таңдаймыз. Қандай сөйлететінді. Мерге жест жазсаңыздар болады. Жазбасаңыздар да болады. Экспортировать басасыздар. И мына жерде без, мына жерде сіздерде жаңадан жасаңыз водяным знаком деген мүмкін, без водяного знака деген таңдайсыздар, без деген таңдаңыздар. И скачать дегенді басасыздар. Мына жерде мені жүріп атады. Мынау сіздің алдыңғы жасағандарыңыз бәрі тұра береді. Қайтадан өшіріп алсаңыздар, скачать деп қайтадан көшіріп алуларыңызға болады, жүктеп алуларыңызға. Күтесіздер. 100% болған соң скачатьты басып жүктеп алуға болады. Сонымен видеоларыңыз дайын болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Жасап, үйреніп, жасанды интеллектіні заманға сай білімдеріңізді толықтыра беріңіздер.